Ассалаумағалейкум қазақ ет арнасының көрермендері, қалдарыңыз қалай? Мал жандарыңыз бәрі тегіс аман есен ба? Міне естеріңізде болса, ат алып едім қайда көктемде мал бағуға. Соны бордақыға қойып қойдым. Бордақыға қойдым. Жылқыны бордақылап көрмеппін, осы бірінші рет бордақылап көрейін деп бордақыға қойып қойған жайым бар. Видеода дұрыс бере алмайды. Негізі ат үлкен, денесі барлығы осындай міне. Қазақ емес, полукровка. Бұрын кезінде айғырда үйір болып үйір ұстаған. Сосын піштіріп ат қылып жіберген. О жағын білмедім неге екенін. Енді көрермендер, сіздерге бір сұрақ болып тұр. Сұрақ деген кезде бір айтар сөзім бар. Каналды жапсам ба деген бір ой кетіп жатыр. Өйткені каналда активность жоқ. Комментария, лайк, подписчиктер ешқандай бір активность көрсетіп жатқан жоқ. Басқа алдында каналдарды отырып қараған болатынмын. Қазақша контент каналдарды. Тамаша, лайктары да көп, подписчиктары да көп, комментариялары да көп. Видео қандай бір түсіруге желание ұрып кетеді ғой, соларды көріп. Енді солар ойлаймын да, подписчиктер үшін түсіріп жатыр ғой, басқа не үшін түсіреді видеоны? Бізде, например, подписчиктер үшін түсіргіміз келеді, бірақ подписчиктерден ешқандай активность жоқ. Сондықтан каналды тоқтатам ба деген ойым болып тұр. Сол сіздерден сұрайын дегенім, комментарияға жаза кетіңіздер. Каналды тоқтатам, тоқтатпаймын. Қандай дауыс көп болады, соған қараймын. Егер өшір деп атқан болса, каналды өшір, қайтесің, малыңды бордақылап, тыныштықана отырсайшы деген азаматтар болса, онда өшірем. Жоқ әлде бәрі қарай жалғастыр, видеолар ұнайды, комментарияда сөйтіп жазсаңыздар, онда өшірмеймін. Енді адамның дауыстарына қараймын. Енді былай қарасаңыздар, бір видеоны түсіруге бір 5-6 минуттай уақыт кетеді. Сол уақыт сұрап еткенше бір дұрыс нәрсеге жұмсайық деген ой біздікі. Енді сіздер әрине егер подписчиктер активный болса, онда неге түсірмеске, неге бір пайдалы істемеске деген кішігірім ой ойлап отырмын. Мына аттың күйін бағалай кетіңіздер. Ат жылқыны бордақылап жүрген азаматтар болса, қандай қазы беріп болады дегендей ғой. Енді аса қатты біле қоймаймын. Енді осы соңғы видеом ба деген бір өзім ойлап тұрмын енді. Соңғы видеом сияқты деп ойлап тұрмын. Қазір бұқаларды көресіздер. Бұқаларды көрсететін болам. Міне бұқа. Сіздердің бұқаларыңыз көріп жүрген. Осы бұқаны түсіріп жүрдім. Міне бұқаның күйі. 1,5 ай болған жоқ әлі бордақыда тұрғанына. Ровно 1 ай болса, 1 ай болды деп айтуға болады. Енді бір 10-15 күнде, уже Алла қаласа, 1,5 ай болады. Міне күйін бағалай кетіңіздер. Семірді ма, семірген жоқ па? Міне алдында әкеп қойған бұқа. Енді аппетиттары жақсы, жаман емес. Міне мынау тоже алып қойған бұқам. Алдында көрген болатынсыздар. Жем жеуі жақсы, өзгеріс жоқ әлі бұда. Бұда өзгеріс жоқ, болашақта өзгереді деген ойдамын. Міне сементал тайынша алып кеп қойғам. Сементал тайынша, таза сементал, жасы 1,5-да. Білмеймін, енді көреміз. Бұны негізі бордақыға қоям деген ой болған жоқ, бірақ бордақыға қойып қойдық. Көреміз, нәтижесін көретін боламыз. Мүмкін сойылып кетеді, бір Алла біледі. Міне патсос бұзау, мөңіріп ес шығарып жатыр. Шешесінен ажыратып, сатып әкеп қойдық. Патсос бұзау, жақсы күйі бәрі. Арқасы бәрі жалпақ. 5-6 айлық енді бұл бұзау, күйі бәрі тамаша. Міне қораны жай-жайдан ретке келтіріп жатырық. Мына жерге 4 бас мал тұратын болады. Алла нәсіп етсе, бәрін реттеп, астаудың бәрін жай-жайдан қойып жатырық. Ар жақты да реттейміз.
Мына жерде 4 бас тұратын болады. Енді общий 15-18 бас қоятын боламыз, Алла қаласа. Осы енді осының бәрін көргілеріңіз келсе, осы бұқалардың нәтижелерін көргілеріңіз келсе, активность келтіріңіздер, комментарияға жазыңыздар. Енді қарайсыздар ғой өздеріңіз. Қолдау күтемін сіздерден, қолдаңыздар, ағайындар. Мына бұқа сойылмайтын болды. Бұл бұқаны соймайтын болды. Өзгерісі мощный. Бұл бұқа Алла нәсіп етсе январға дейін тұратын болады. Толық 5 ай тұратын болады. Көріп тұрсыздар, бір айда қандай өзгеріс бар. Міне. Мынау бір айдағы өзгеріс, саны бәрі толып, мойны бәрі жалпайып, арқасы бәрі жалпайып келе жатыр. Бұндай аппетиті мощный бұқаны союға былай қарасаңыздар қолым бармай тұр. Бұл бұқа тұрады январға дейін. Осы бұқалардың нәтижесін көрем десеңіздер, қолдаңыздар, каналды өшірмейтіндей етіп активность келтіріңіздер. Енді өздеріңіз қарайсыздар ғой. Енді ауыздан шыққан сөзді қайтарып ала алмайсың. Жігітпіз, сондықтан сіздер қалай айтасыздар, солай болады. Өшір десеңіздер, өшіріледі канал. Жақсы, көрермендер, онда келесі кездескенше деп айтайын. Енді жақсы сөз жарым ырыс дейді. Келесі видеоны көргілеріңіз келсе, құрметті көрермендер, бір активность келтіріңіздер. Жақсы, көргендеріңізге рахмет, Алла разы болсын. Бүгін күннің сұлтаны жұма қабыл болсын. Дұға тілектеріміз қабыл болсын. Енді менің каналым боғауыз сөзсіз, таза қазақша контент болғандықтан көбісіне қызықсыз болуы да мүмкін. Бір жаман сөйлеп, солай түсірген адамдарды көбісі жақсы көреді ғой. Заман ағымы сондай болып тұр ғой. Енді біздікі қарапайым, осылай iPhone емес, дұрыс передавать ететін бір простой телефон түсіріп, осылай сіздерге қызық видеолар салып жатырық. Енді өздеріңіз көресіздер ғой.